Ассалаумағалейкум, назарларыңызда үкімет бағдарламасы. Біз атқарушы биліктің жұмыс барысын пысықтаймыз. Сіздермен Медетжан Зұғытта. Алдымен бүгінгі күннің басты тақырыптарын шолып өтсек. Жанармай тапшылығы қолдан жасалды ма? Еліміздің бірқатар қалаларында бензин мен газ бағасы шарықтап, бекеттерде кезек туындады. Жекешелендіру науқаны қаншалықты ашық өтіп жатыр? Өңірлерде мемлекет меншігіндегі нысандарды жекеге сату процесі басталды. Өнімді қайта өңдейтіндерге қандай жеңілдік жасалмақ? Үкімет шаруаларға берілетін субсидия көлемін қайта қарамақ. Осы аптада Ақмола облысында бензин тапшылығы туындады. Бірқатар жанармай бекеттері өнімдеріне шектеу қойып, талонмен ғана саудалады. Кейбір тіпті ең көп қолданылатын АИ-92 маркалы бензин бағасын 10 теңгеге қымбаттатып жіберді. Бұл әрине кезекте тұрып, сарылған көлік жүргізушілерінің ашу ызасын тудырды. Наразы жұрт кімге сенерін білмей дал болды. Себебі жағдайды бақылауда ұстап отырмыз деген билік өкілдері бар кінәні жеке меншік бекет иелеріне жабуда. Тараптардың уәжін тілшіміз тыңдап қайтты. Облыстағы бірнеше жанармай бекеттерінде бензин тапшы. Ертеңгі сағат 10-ға дейін еркін сауда, сосын талонмен аласыз. Дизельді отыныңды жай осындай үлкен жүк көліктеріне 500 литрден жоғары сатылмайды. Қаланың талай жүргізушісі бүгін таңертеңнен бері бензин таппай сенделіп жүр. Ал амалы таусылған кейбіреулер маркасы төмен жанармай құюға мәжбүр. Проблема бүгін ғана болып жатыр. Бензин бітіп қалғасын 80 құйып жатырмын, 92 жоқтар. Паталанам дейді. Білмедік енді не істейміз енді. Кеше барда бензин, бүгін енді тоқ. Вчера такая система была. Кешеде осындай болған. Тіпті кеше бізге тек 20 литрден ғана бензин сатқан болатын. Ал бүгін мүлде жоқ. Қайдан құярымды білмеймін. Көлікті қойып, жаяу жүреміз ау. Ал біздің арнаның түсіру тобын көрген жанармай бекеттері бірден 92 маркалы бензинді талонсыз саудалай бастады. Соған қарағанда бензин тапшылығын бекет қожайындары қолдан жасап отырған сыңайлы. До этого сейчас я заправлял машины. Қазір ғана мен 2 көлікке жанармай құйдым. Қолма-қол ақшаға 95 маркалы бензин құйдым. Содан кейін телевидениен көре сала бірден 92 маркалы бензинді қолма-қол ақшаға сата бастады. Мұндай ажиотажды өздері қолдан жасап отыр. Облыстық кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы алаңдайтын ештеңе жоқ. Барлығын бақылауда ұстап отырмыз дейді. Дефицита ГСМ у нас Бензин тапшылығы байқалмайды, бірақ бірдекілі жеке бекеттерде қор азайды. Біз оны басқа тасымалдаушылар арқылы шешуге тырысып жатырмыз. Сондай-ақ энергетика министрлігіне қосымша отын бөлу туралы хат жаздық. Қазір қаралып жатыр. Есесіне біздегі бензин бағасыны ресейліктер қуанулы. Өздерінде қымбат болғандықтан Қазақстанға келіп, арзан өнімнің керегінше алып жатыр. 149 теңгеме бізде, ол жақта 35 рубль тиынымен тағы. Мен 95 маркалы бензинді есептеп отырмын. Айырмашылық өте үлкен. Мен міне Көкшетауда ата-анама келгем. Өзім Ресейде тұрамын. Бұл жерде бензин өте арзан. Осылайша Көкшетауда отынның жайы ала-құла. Ал мына бір бекет айды аспаннан шығарып сұранысқа ие 92 маркалы бензинді 125 теңгеден ашық сатып жатыр. Яғни елден ерекше 10 теңге қосқан. Жасұлан Абдықалық, Анатолий Полянный, Евгений Шингаренко, Азат Айтып, Көкшетау. Ал Ақтауда сұйық отын тапшылығы туындады. Жекеменшік газ құю бекеттері бағаны бірден 2 есеге өсіріп жіберген. Жүргізушілер арзан газ құю үшін ұзын сонар кезекке тұруға мәжбүр болды. Оның өзі де елдің бәріне жетпейді. Газдан туындаған тапшылықты жергілікті басшылар алып сатарлардың кінәсінен деп отыр. Кейбір жекеменшік газ құю бекеттерінің есіктері жабық. Сұйық отын тек саусақпен санаулы орындарда ғана сатылуда. Жүргізушілер мұнда сағаттап кезек күтуде. Тіпті кезегі келгенде газда таусылып қалады. Салдарынан кейбір жүргізушілер бір-бірімен жаға жыртысуға дейін барады. Кеше міне осы жерге келдім, осы газ құятын жерге. Осы жерге келгенімде кеше талон деп бермей жіберді. Бүгін келдім, міне кезекте тұрмыз. Таңертеңнен бері кезектеміз. Міне аузымыздан сыйып сағат 2-3-ке дейін тұрамыз. Қаласа сатады, қаламаса сатпайды. Ал жекеменшіктің 2-3 жерде сатып жатыр, олар 65-70 қалаған бағасын қояды. Газ 70 теңге. Очередте тұрамыз кешке дейін, түнгі 12-1-ге дейін. Таңертең 5:30-да жұмысқа шығу керек. Бәрі әсер етіп жатыр бізге. 70 теңгеден алып қалтамыз көтермейді, 37 теңге, проезд 35 теңге. Бірнеше күн бұрын 35 теңгеден сатылған сұйық отынның бағасы шарықтап кетті. Автобус жүргізушілерінің айтуынша бұлай жалғаса берсе, жол ақысы да көтерілуі мүмкін дейді.
Олар жекеменшік бекеттер ойына келген істеп отырғаннан алиды. Ал орын алған бұл жағдайды облыстық кәсіпкерлік басқармасының басшысы былай түсіндірді. Предприниматели Кәсіпкерлерді тексеруге біздің құқығымыз жоқ. Дегенмен кейбірі шектен шығып барады. Біз оларға тосқауыл бола алмаймыз. Өйткені елімізде мораторий екенін бәріңіз жақсы білесіздер. Олар газ өңдеу зауытынан арзан қалып, мұнда қымбатқа сатуда. Енді жекеменшік газ құю бекеттерінің иелері Жаңаөзендегі зауыттан біз жасақтаған арнайы кесте бойынша алатын болады. Сонда мұндай мәселе туындамас. Алдағы 1-2 аптада оң өзгеріс болып қалар. Қараша халық әліптің артын бағуда. Ал әзірге көгілдір отынның бағасы қымбат болса да, жүргізушілер амалсыздан алып жатыр. Өйткені темір тұлпарсыз шаруаның бітпесі анық. Бақытжан Сатылханұлы, Ринат Досалиев, Ақтау. Елімізде президент тапсырмасына сәйкес жекешелендірудің екінші толқыны жүзеге асып жатқаны белгілі. Науқан барысында 2014-2016 жылдары 800-ге жуық мемлекеттік ұйым жекеменшікке берілмек. Оның 300-ден астамын биыл сату жоспарланған. Мәселен, Атырау облысында алдағы 2 жылда ірілі-ұсақты 28 нысан сатылады. Оның ішінде мемлекеттік коммуналдық меншікке облыстық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына тиесілі кәсіпорындар бар. Тақырыпта тілші тарқатады. Жалпы облыс аумағында бүгінгі күні 325 мемлекеттік мекеме бар. Олардың 91% әлеуметтік саладағы ұйымдар болса, 3,7% коммуналдық шаруашылық саласына тиесілі. Сонымен қатар әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына қарасты 10 шақты біріккен кәсіпорын бар. Осылардың арасынан 28 ұйым жекенің меншігіне өтпек. бұл ұйымдарды сату арқылы оның қызметтерін бәсекелестік ортаға беру, бизнестің дамуына, бюджет қаржысын үнемдеуіне және мемлекеттік сектордың тиімді пайдалануына мүмкіндік береді. Жоспар бойынша биылғы жылы 5 мекеме сатылады. Солардың бірі білім берудегі жаңа технологиялар орталығы, коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 1998 жылы құрылған мекеме бүгінгі күнге дейін білім беру саласына үлес қосып келеді. Алғашында мектептерді жаппай компьютерлендіру, кейін ғаламторға қосу, ұстаздар арасында тәжірибе алмасу секілді міндеттерді кезең-кезеңімен жүзеге асырды. 100% республика бойынша біздің Атырау облысы бірінші болып атқардық. Одан кейде жаңағы екінші неге келетін болсақ, ақпараттандыру жүйесі басталды. Одан қалай берді жаңағы озат тәжірибелі мұғалімдерді іс тәжірибесін жинақтап, онлайн режимде жаңағы интерактивті сабақтар өткізіп, қызметтерімізді жұмысын жасап келе жатырмыз осы уақытқа дейін. Жыл аяғына дейін өңірде тағы 4 мекеме сатылмақ. Сату электронды коммерциялық байқау негізінде жүзеге асырылады. Атап айту керек, сатуға шығарылатын 28 мекеменің 16-сының үлескері бар. Бұл біріккен ұйымдарға да мүмкіндік беріліп отыр. Ереже бойынша еншілес компания мемлекет үлесін сатып алудан бас тартқан жағдайда ғана өзгеге сатылады. Бекен, Әлирахым, Темірлан, Сұлтанғазы, Әзілхан Уахитов, Атырау облысынан. Елімізде жүргізіліп жатқан жекешелендірудің екінші толқыны кәсіпкерлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыра түспек. Бұл Жамбыл облысындағы сарапшы мамандардың пікірі. Облыста жекеге беру керек деп табылған 42 нысан бар. Заңға сәйкес сатылатын ұйымды аукционға шығару үшін тиісті құжаттардың бәрі реттеліп, қаулыға сәйкес сатылатын күні белгіленді. Жауапкершілігі шектеулі 13 серіктестіктің мемлекеттік қатысу үлесіне бағалау жүргізілді. Биылғы жылы 28 нысанды саудаға шығару жоспарда тұр. Қазірге дейін оның 6-ауына жаңа қожайын табылды. Кейбір нысан кәсіпкерлердің тарапынан қызығушылық таппай сатылмай қалды. Енді олар голландық әдіспен екінші рет сатылымға шығарылады. Әзірге Тараз қалалық әкімдігінің орталық диспетчерлік қызметі Қордай мен Сарысу аудандық газеттерінің үлестері сатылды. Облыстық Ақжол, Знамя труда, Арай газеттерінің қатысу үлестері Тараз әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына 49%-тен 90%-ның пайыздың арасында берілдік бүгінгі таңда. Жекешелендірді деген сөз бұл енді. Тәуелсіздік жылдары отандық агроөнеркәсіп кешені алға басты. Шаруалар осыны қуаттап отыр. Қазір әрбір шаруашылықтың жоғарғы өнімді техника сатып алып, жаңа технология енгізуге мүмкіндігі бар. Солтүстік қазақстандық шаруа Серік Малаевта осы жағдайды пайдаланып, бір серіктестікті жекешелендіріп алды. Кейін ол көлік тракторлық паркін толығымен жаңартты. Енді өз кәсібін дамытпақ. Ғабит Мүсірепов атындағы ауданда Серік Малаевтың шаруашылығы озып тұр. Алайда ол мұндай жетістікке оңай жетті деп айтуға болмайды. Осы асыл тұқымды мал алып,
әрмен қарай Қазақстанның көркейту үшін жан жақты қызмет істеп жатырмыз елімізге, жерімізге. Мына кең байтақ жеріміз болып тұрып, біз малды қалай өсіруіміз керек. Пайдаланылып отырған жер аумағы 3 есеге артты, қолданыстағы техника да жаңартылған. Қазір шаруашылықта Герефорд тұқымының сиырлары өсірілуде. 99 жылы біз 5000 гектар жерге егін егетіміз. Онда жұмысшылардың санында бір 55-56 адам болатын. Ондай ескі техника, ДТ-75, Т4, комбайндарымыз Нива, Енисей болатын. Ковыльная ауылының жағдайы жылдан жылға жақсарып келеді. Елді мекенде фитнес-клуб ашылды. Наубайхана қалпына келтіріп, моншада жұмыс істеп тұр. Жас аналарға жәрдем көмек беріледі. Үйленген жастарға бәріне совхоз атынан көмек беріліп тұрады. Және балалар 1 жасқа келгенге дейін олардың барлығы совхоздан қосымша ақша алып тұрады. Шаруалар биыл егін жақсы шығады деп үміттенеді. Енді элеватор салу ойларында бар. Өткені қазір ауыл тұрғындары астықты 150 шақырым жерге апаруға мәжбүр. Алайда Серік Малаев елді мекендегі мамандарды ұстап қалу басты мәселе дейді. Дариға Ташенова, Нұргүл Ахметова, Дмитрий Рура, Солтүстік Қазақстан облысы. Сапалы өнім өндіріп, өндірісті дамытқандар ғана мемлекет көмегін алуы тиіс. Үкіметтің кеңейтілген отырысында президент агроөнеркәсіптік кеше мәселесіне қатысты осылай деген болатын. Қазір үкімет ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілерге субсидия беру механизмін өзгерту мәселесін қарастырып жатыр. Ал шаруалар мемлекеттен алған көмектерін мақсатты жұмсауға күш салмақ. Мәселен, оңтүстік қазақстандық Шәріпқан Мырзатайұлы ферманы субсидия алу үшін құрмай, мемлекет көмегін шаруашылықты одан әрі дамыту мақсатында пайдалану қажет деп есептейді. Шәріпқан Мырзатайұлының фермер атанғанына көп болған жоқ. Алтулдың әкесі өз жеке кәсібін бастамас бұрын ұлдарымен кеңесті. Отбасы мүшелерінің ойлары бір жерден шығып, жылқы бордақылап, сүтті сиырлар өсіруге бел байлады. Әкімшіліктерге шығып, рахмет ол кісілерге осы жәрдем жасап, 6%-ық мөлшерде 40 миллион алдық. Біздерге көп жеңілдік. Құдай қаласа 6 жылға 1 жыл жаңағы демалыс не беріп жатыр бізге. Жылқыны Ресейден сатып алып, кеден одағы аясында қарастырылған жеңілдіктер арқасында оларды шекара арқылы алып өту қиын болған жоқ. Тағы да бірнеше бас жылқыны жергілікті базардан алған. Қазір 90-ға жуық бас жылқысы бар. Ал малшылар мен жергілікті билік жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы аясында қамтамасыз етті. Мен осы фирма ашылды деп естігеннен кейін, осы 2020 бағдарламасымен осы жұмыс іздеп келдім. Өзімнің 3 бала шағам бар. Жұмыс іздеп келем, осы жұмысқа қабылдап, 60 мың айлық төлеп жатыр. Ақшасы жақсы, жұмысы жеңіл, ауыр жері жоқ. Міне осы енді істеп жатыр, 75 бас ордағы бар. Үйде жұмыссыз отқанша осы бала шағаны асырау керек. Қазір ферма қожайыны сүт өндірумен айналысу үшін асыл тұқымды 100 бас сиыр сатып алмақшы. Күніне әр сиырдың қанша сүт беретінін есептеп те қойды. Ал асыл тұқымды сиырлар сүтті 2 есе көп береді. Рас, оларды алыс шетелдерден әкелуге тура келеді, және бағасы да қымбат. Бірақ сүттілігі арқасында шығынның орны тез-ақ толатынына сенімді. Ең бастысы, мұндай жағдайда субсидия беріп, қолдау көрсететін мемлекет бар. Кеше ғана үкіметтің кеңейтілген отырысында субсидия мәселесі қаралды. Ал енді мен тыңдап отырып, ауыл шаруашылығын дамыту мақсатында, әсіресе мынау біз сияқты кәсіпкерлердің жұмысын жандандыруда бұның енді үлкен жақсылығы бар. Мемлекет басшысы үкіметке ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілерге субсидия беру механизмін өзгертуді тапсырды. Шәріпқан Мырзатайұлы мұның өте жақсы нәтиже беретініне сенімді. Жандос Жұмабек, Алма Оразбаева, Нұрмахан Мұсатов, Оңтүстік Қазақстан облысы. Бағдарламамызды осы жерден тәмамдаймыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.